Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 105-ші сабақты қарастырамыз. Нені үйренгенімізді тексереміз. Бірінші есепке назар аударайық. Нұсқаларды таңдап алу тәсілмен есептерді қалай шығаратынын білемін және түсінемін. Егер сандағы барлық цифрлар әртүрлі болса, онда 5, 3, 1, 7 цифрларының көмегімен барлық екі таңбалы сандарды жаз. Яғни 5, 3, 1, 7 цифрларының көмегімен барлығы 12 екі таңбалы сан жаза алады екенбіз. Олар 13, 15, 17, 31, 35, 37, 51, 53, 57, 71, 73 және 75 екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Есеп шығарған кезде түсімділіктің формуласын қолданамын. Есепті шығар, қолданған формулаңды жаз дейді. Ауданы 5 гектар алқаптан жиналған қызанақтың түсімділігі гектарына 140 центнер. Ал ауданы 7 гектар алқаптан гектарына 120 центнер болды. Екі алқаптан барлығы неше центнер қызанақ жиналды дейді. Алдымен есептің жоспарын құрып алайық. Бірінші алқаптың ауданы белгілі 5 гектар. Сол бірінші алқаптан жиналған түсімділік гектарына 140 центнер екен. Екінші алқаптың ауданы белгілі 7 гектар. Сол екінші алқаптан жиналған түсімділік гектарына 120 центнер екен. Алдымен біз бірінші алқаптан қанша қызанақ жиналғанын тауып аламыз, яғни түсімін. Екінші алқаптан қанша қызанақ жиналғанын тауып аламыз. Одан кейін барып, екі алқаптан барлығы неше қызанақ жиналғанын табамыз. Ол үшін алдымен бірінші алқаптан жиналған түсімді табамыз. Яғни түсімділікке бірінші алқаптың ауданын көбейтеміз. Яғни 140 центнер гектарға көбейтеміз 5 гектарда. Сонда бірінші алқаптан 700 центнер қызанақ жиналған екен. Енді екінші алқаптан алынған жалпы түсімнің массасын табу үшін түсімділікті ауданға көбейтеміз. 120 центнер гектарды 7 гектарға көбейтеміз. Сонда 840 центнер. Енді екі алқаптан барлығы неше қызанақ жиналғанын табу үшін 700 центнерге 840 центнерді қосамыз. Сонда 1540 центнер. Яғни екі алқаптан 1540 центнер қызанақ жиналған екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Геометриялық басқа тұрғыға талдау жасай аламын. Текше жазбасының оң жағында оның әртүрлі бағытта бұрылған бейнесі берілген. Суреттегі текшенің жазбасына қарап, сұрақ белгісімен қандай жеміс жасырылғанын анықта дейді. Яғни суреттегі текшенің жазбасына қарап, бірінші алмұрт, екінші алма, үшінші апельсин екенін анықтай алады екенбіз. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Екі дененің қозғалысынан берілген есептерге теңдеу құра аламын дейді. Есепті теңдеу құрып шығар. Бірінші желаяқ спортшының жылдамдығы 4 метр секунд, ал екіншінің жылдамдығы 2 метр секунд. Неше уақыттан кейін желаяқ спортшылардың арақашықтығы 80 метр болады дейді. Алдымен есептің жоспарын құрып алайық. Бірінші спортшының жылдамдығы 4 метр секунд. Екінші спортшының жылдамдығы 2 метр секунд. Арақашықтықтары белгілі 80 метр. Уақыт белгісіз. Уақытты біз x деп алайық. Ол үшін алдымен қашықтау жылдамдығын табуымыз керек. Қашықтау жылдамдығын табу үшін бірінші спортшының жылдамдығынан екінші спортшының жылдамдығын азайтамыз. Яғни v1-ден v2-ні азайтамыз. 4 азайту 2 болады. Ал енді қанша уақыттан кейін олардың арақашықтығы 80 метр болғанын білу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Яғни шақшашылған т азайту 2, шақшашылған көбейту x болады. Тең арақашықтыққа болады. Теңдеуді құрып алдық. Енді теңдеуді ары қарай шешейік.
4-тен 2-ні алсақ 2 болады. 2 көбейту 2 тең 80. Енді белгісіз санның мәнін табу үшін 80-ді 2-ге бөлеміз. Сонда x-тің мәні 40 болады. Яғни 40 секундтан кейін желаяқ спортшылардың арақашықтығы 80 метр болады екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Есепке графиктің дұрыс сызылғанын тексере аламын. Есептің шартын оқы. Ол графикке сәйкес келе ме? Есептің шартын графикке сәйкес өзгерт. Есептің сұрағына жауап бер дейді. Бір қаладан бір уақытта бір бағытқа қарай жеңіл мәшине және жүк көлігі шықты. Жүк көлігі 60 км/сағат, ал жеңіл мәшине 120 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін олар бір-бірінен қандай арақашықтықта болады дейді. Алдымен есептің жоспарын құрап алайық. Графикте жеңіл мәшиненің жылдамдығы 100 км/сағат деп көрсетілген, ал шартында 120 км/сағат деп тұр. Сондықтан біз график бойынша 100 км/сағат деп аламыз. Яғни жүк көлігінің жылдамдығы сағатына 60 км екен, жеңіл мәшиненің жылдамдығы сағатына 120 км, уақыт белгілі 2 сағат. 2 сағаттан кейін олар бір-бірінен қандай арақашықтықта болатынын табамыз. Ол үшін алдымен қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін жеңіл мәшиненің жылдамдығынан жүк көлігінің жылдамдығын азайтамыз. Яғни 100 км/сағаттан 60 км/сағатты азайтамыз. Сонда қашықтау жылдамдығы 40 км/сағатқа тең болады. Енді арақашықтықты табу үшін осы қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Яғни 40 км/сағатты 2 сағатқа көбейтеміз, сонда 80 км болады. Яғни 2 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 80 км болады екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.